Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз Астана тақырыбында диктант жазатын боламыз. Астана. Мен қазір мәтінді оқимын, одан кейін диктантымызды жазып бастаймыз. Мен жазда Астана қаласына бардым. Қала маған қатты ұнады. Әдемі үйлер көп салыныпты. Астананы тамашалауға келген көп қонақтар көшеде жиі кездеседі. Есіл өзенінде қайықпен серуендедім. Міне біздің 24 сөзден тұратын диктантымыздың мәтіні осындай. Енді бірінші сөйлемнен бастап азат жолдан жазамыз. Мен жазда Астана қаласына бардым. Қала маған қатты ұнады. Әдемі үйлер көп салыныпты. Астананы тамашалауға келген көп қонақтар көшеде жиі кездеседі. Есіл өзенінде қайықпен серуендедім. Сөйлем аяқталды балалар. Біздің бүгінгі жазған диктантымыз Астана туралы болды балалар. Өздеріңнің жазған диктанттарыңды мұқият тексеріп, дұрыстығына көз жеткізіңдер. Барлықтарыңа сәттілік тілеймін. Сауатты, әдемі жазатын болайық.